Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге осындай дәмді қазыны дайындайтын боламыз. Ең алдымен қазылық еттерді бөліп аламыз. Қазылық еттер дегеніміз қабырғада болатын еттер, арнайы осылай қазыға тығуға арналған еттер болады. Соларды қабырғасынан бөліп аламыз. Жақсылап жуып аламыз және де ұзынша етіп осылай кесеміз. Мына жерде менде қарапайым киім тігетін жіп, осы жіпті 8 мәрте айналдырдым. Және де мықтылап орап, ашылып кетпейтіндей етіп, осы ішектің бір бөлігін жақсылап байлаймыз. Және де ішегімізге бір ет, бір май ғып араластырып осылай жаймендеп саламыз. Осы етімізді бір күн бұрын жақсылап жуып тазалап алдық, және де осылай ұзынша етіп бөліп алғаннан кейін дәміне қарай тұз, бұрышын молдау етіп қосамыз. Қалауларыңызға қарай сарымсақты, яғни чеснокты осы теркадан күштен өткізіп қоссаңыздар да ерекше дәм береді. Етті майдаламай ұзынша етіп турайсыздар, өйткені қазы бізде үлкен болып шығады. Және де қазыны асқан кезде оны барлық бірден асуға өте үлкен, бірнеше бөліктерге бөліп асамыз. Сол бөліктерге бөлген кезде осылай етті ұзынша етіп турасаңыздар, асқан кезде еттеріңіз шашырап кетпейді, бөлек-бөлек бөлініп кетпейді. Ішекке салған кезде кілең ет немесе кілең май емес, осылай бір ет, бір май араластырып отырып саламыз. Ішек менде таза болып келді. Ішекті бауырдың көмегімен бірнеше мәрте осы ішінен өткізе отырып, салқын сумен шайып, солай тазалап аласыздар. Осылай етімізді салып, қолымыздың көмегімен ысырып, барлық еттерімізді осыған салып шығамыз. Жаңағы бір тегеш етіміз толықтай осы ішекке кетеді. Осы жасалу барысында да тұздап, бұрыштап бірден салсаңыздар болады. Бірақ біз бір түн бұрын тұз бұрышын салып, жақсылап, осы дәмі кіру үшін сіңдіріп қойдық. Осы ішекті жуған кезде ыстық суға салмайсыздар. Ішек бүрісіп қалады, сондықтан салқын суға салып, салқын жерге қойып қоямыз. Ішектерімізге еттерімізді толығымен біркелкі етіп салып алғаннан кейін жаңағыдай жіпті 8 мәрте айналдырып мықты болу керек. Ішегіміздің екінші жақ бетін ашылып кетпейтіндей, етіміз шашылып кетпейтіндей етіп жақсылап байлаймыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, түрлі ерекше тағамдарды, жасалуы оңай тағамдарды, және де түрлі тәттілерді жасалу жолдарын таба аласыздар қарапайым заттармен. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп кетіңіздер. Қазақша фудблогтың дамуы үшін лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Барлық етімізді осылай ішекке салып алдық. Бізде осындай видеодағыдай үлкен бір қазы шықты. Сіз қалауларыңызға қарай 2-3 бөлікке бөліп кішкентай қазы жасасаңыздар да болады, бірақ осылай үлкеннен жасап алсаңыздар тиімді. Қазыны жасап болғаннан кейін бірден тоңазытқышқа салып, қатырып алсаңыздар да болады. Осылай қазыны сүрлеп 2-3 күн сосын барып тоңазытқышқа салсаңыздар, асқан кезде ерекше дәм беріп, өте дәмді болып шығады. Осылай сүрлеп алуды сіздерге ұсынамын. Екі жақ беті де бірдей кебу үшін екі бетін ауа қағып тұратындай етіп, осылай ұзынша етіп іліп қоямыз. Менде қазы осылай 3 күн тұрды. Қарасаңыздар, ішектің сыртына осылай тұздары шығып кебе бастаған. Енді осы қазыны алып тоңазытқышқа сақтаймын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Айгүлдің асханасы.